тұрмысқа шықшы. Бұл иә ма жоқ па? Димаш, мен саған өз жауабымды бергелі қашан? Аңқаусың ғой сен, аңқау. Е, сондаймыз ғой. Тағы да маған айтпадың деп жүрерсің. Нені? Сенің ана қызыңның жүрсін. Сен өтірігін қашан бітеді? Сен алды дәлелдей алмадың ғой? Мен дәлелдей алмадым. Ал сен мағбасынып сене бердің. Ал сенің қызың болса, мұғаліммен үйінде жүр. Бүгін емтиханды алып келмесе, менің басымды кесіп ал. Егер осы өтірігің рас болса бар ғой, мен сен басыңды емес, өзіңді аламын. Мені? Сәуле маған келгенде пәк болған. Пәк болған шығар. Бірақ сен оның арам ойына тек жол ашып бердің. Жарайды. Қазір көреміз онда. Қайсы сөзің рас, қайсы өтірік екен. Жансая? Сәрсенің үйі бізді қонаққа шақыртып алдың ба? Костюмді әкелдің ба? Қандай костюм? Қоңыр костюм. Айттым ғой саған, ертең жиналыс деп. Қашан? Сен апармағансың ба? Мен саған кеше ғана айттым соны бар ғой. Ертең менде жиналыс деп айттым саған. Ода шаруаң болмасын әле ма? Жоқ, ода мен шаруам болмай қойсын. Сен бірақ білесің, мен де Сәулем жақсы көретінді. Иә. Осы мен сен үшін ғана артқа шегініп отырмын. Оны қазір ондай жағдай қалдыруға болмайды. Сәрсен, қатты жаның ашып тұрса, сен соған баршы. Екеуің қосылып отбасы болыңдар. Маған онда ара таза емес қыздар керек емес. Ешкімі жоқ, ештеңесі жоқ. Досым, не деп тұрсың сен? Сәрсен, мен айтарымды айттым, жарай ма? Болды. Осымен әңгімені доғырайық. Кеттім мен. Димаш. 5 жыл. Бақандай 5 жыл өтті. Қазір жанымда адал жар болып жүрер алғашқы махаббатымнан, жанымда әкелеп жүгіріп жүрер ұлымнан мына өзім бас тартқаным ба? Сәуле шау, сен ше, сенің өміріңді мен тас талқан еттім. Сенің алдыңда кінәмді енді түсіндім. Бірақ тым кеш. Сонда да кешірші мені. Жансая. Мен расымен де аңқаумын. Аңқау. Ал сен соны жақсы білдің. Жақсы.